Шулама фильмі «Шекер» веб-сериалымен танымал режиссер Айтөре Жолдасқалидың дебюттық киносы «3 жылдық маңдайтері». Картина Қазақстанда алға жылжып келетін рэп жанрына арналады. Үзеңгілес 3 достың шытырманға толы хикаясын баяндайды. Фильм инди-поп орындаушысы Дархан Жүздің құрметіне арналады. Марқұм әнші фильмнің кастына және маркетингіне үлес қосып үлгерсе керек. Фильм барысында Дарханның «Сапар» атты әні шырқалады. Бұл да бекер емес. Әннің клипін Айтөренің өзі түсірген. Алайда оқиға желісі марқұм музыканттың өмір жолына қатысы жоқ. Жалпы музыка жайлы, достық жайлы, бағанағыдай өзінің арманы жүгіріп, қатты асығып, кейде жоғалып кетуі мүмкін да. Соны Дархан әрқашан айтатын, надо быть настоящим, өзіңді шынайы болу керек әрқашанда. Өзің кім қандай деп жатыр, қай жерде қалай болып жатыр, оған маңызды емес, ең бастысы өзің ішінде қандайсың, сондай болу керек. Бұл фильмде сол месседж бар деп ойлаймын. Картинадағы дыбыс сапасы, қисынды, креативті монтажы, камераның әр жағында тер төгетін қырағы көзді маман үшін көңіл толтырарлық. Айтпақшы, бұл Айтөреге тән почерк. Бас актерлардың ойыны арасында кәсібилері болмаса да, ұнамды. Бір әттеген ай экранға шыққанша Шуламаның шулайтын промасы болмады. Әйтсе де мақтануға тұрарлық дүние шыққан. Команданың 3 жылға созылған еңбегінің нәтижесін келіп көріп, бағасын беріңіз. Не күтесіз фильм? Адамдардың келгенін күтем. Әрбір туындыны көбірек адам қараса екен деп біз сол үшін жасаймыз енді. Фильмге бүгінде жалпыға танымал рэперлердің барлығы дерлік түскен. Заманауи, жаңаша ойлайтын жастардың фильмді толық қазақ тілінде түсіргеніне ізет ерекше. Айтпақшы, жаңа дүниенің тұсаукесеріне бас кейіпкерлердің әжелері, аналары келген. Сүйкімді. Сөз соңында жабық көрсетілімге келген қонақтардың луктарына көз салыңыз.